Assalamualaikum. Hürmetli Telu Baba urpaqları, ol kızları, ağa, anne, apa, karındaşlar. Aman yesensizler ma, üyüşü, bala, şağa, nemereler, körşü kolan, avul, aymaq, köz görgünler, tegis aman ba. Ya Allah amandığın versin. Elimiz aman, yurtumuz tanış, aspanımız aşık olsun. Allah Teala barlık belecalardan saklasın. Aytbay gelgen afattan, ottan, sudan, avru, sırkavdan saklasın. Sırkatlanıp жүргендерге şifasın versin. Saparda, yolda жүргендерге oң sapar verip, aman esen otbasına oralığı nasip etsin. Allah köptün tilegin kabul etip, taskın apattın beti qaytıp, bağırlarımız tört gözleri tügel, bağırları bütün bolup, kara şangıraklarına aman esen oralığı nasip etsin. Allah Teala'm boyumuzdaki pendeşilik, kere adetten arılıp, bir-birimizge degen meyillilikten bağırmadılığımızda nıgaytqa tüşüge nasip etsin. Әкең өлсе де әкеңнің көзін көрген өлмесін деген. Егер ата-анаңды сыйласаң, оның араласқан туғандары мен қарым-қатынасыңды үзбе, керісінше байланысыңды нығайта түс деген. Телеу болмай, телеу болмас деген қасиетті сөз бар. Biz Tevhidbay televizleri kayda жүрсек те, әлемнің қай бұрышында жүрсек те, тау елінің ұрпағымыз. Biz бесафондық телевизеріміз. Қазақ халқы ата-ананы ардақтап, аруақтарды қастерлеген халықпыз. Ата-баба, салт-дәстүр, әдет-ғұрыпты ұлықтаған құндылықтарымыз ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан, қанымызға сіңген асыл қасиет. Адам ұрпағымен мың жасайды. Атаңа не істесең, алдыңа сол келеді деген. Бізде қасиетті, киелі, әулиелі жер, күзімде әулие жеріндегі ата-бабамыздың жатқан қорымы бар. Сол жердегі қабірлердің көбісі ашық, тесік, ит-құс, жан-жануарға яғасты болып жатыр. Себебі қорым қоршалмаған. Сол әулиелі, киелі жерде қорған салу бізге Алладан аманат болса керек. Бұл соғықты қайырымды іс, біз үшін мәртебелі қайырымды іс-шара. Өлі риза болмай, тіршілігі оңалмайды дейді. Өздеріңізге белгілі қандай жұмыс болса да қаражатқа тіреледі. Сондықтан құрметті аға, іні, апа, қарындас. Осы қайырымды іс-шараға бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ат салыстыруларыңызды сұраймын. Жұмыла көтерген жүк жеңіл, көпті көрсе көл болады деген. Сондықтан осы қаражат жинауға келгенде Қазақстандық әрбір телеу отбасына 10 мың теңгеден, Өзбекстанда тұратын телеу бауырларымның әрқайсысының отбасына 250 мың сом қаржылай көмек сұрап отырмыз. Енді осы жолы барлықтарыңызға алдын ала беріп жатқан садақаларыңызды, қаржылай және қол көмектеріңізді Алла Тағалам қабыл етсін. Әрқашанда амандықта болайық, бауырлар. Менің осы айтып отқанымды, үндеуімді менің ағаларымда, інілерімде қолдайды деген ойдамын. Нұр үстіне нұр болар еді. Ал жақсы, барлығыңызға амандық тілеймін. Алла Тағалам жақсы күндері жолығуды нәсіп етсін. Енді мені ел болдың, асқаралы, арайланды таңдарың. Көтер көкке туымды, ала желі айбыныңды танып. Қиындықтың бәрін ұмытса екен қайғымыңды қалып. Жаратқан қылсын еліме ай күнімді жарып. Әлем алдында алашорды қанызыңды танып. Қазағыма әнмен шашу арнағасын жыр етейін ел үшін.
қыран құстай биігіңде самғағасын арымайды кеңісім. Бабалардың өсиетін жалғағасын кеңейеді өрісім. Тектіліктің символысың, сен ғанасың қазақ елінің өзі.